Сәлем достар, мен бүгін сіздерге жаңа ас үйімде дымляма жасап көрсететін боламын. Дәл осы рецептпен дымляма жасасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Достар, мен кухонныйымды осындай хаки түсінде жасаттым. Өте әдемі шыққан сияқты. Сіздерге ұнады ма? Комментарийға жаза отырыңыздар. Достар, бір күні арнайылап кухонныйға полный обзор жасап түсіремін. Қай шкафта не бар, қай жерде не орналасқан, қандай материалдан жасалған, барлығын көрсететін боламын. Олай болса, дымляма жасауға кірісейік. Және осы видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Кеттік. Өте дәмді дымляма жасау үшін бізге сиыр еті, капуста, картошка, пияз, чеснок, сәбіз, тұз, су және май болса жеткілікті. Негізі достар, дымляманың жасалу жолдары өте көп. Бірақ мен осы рецептпен жасаймын. Өйткені өте оңай және өте дәмді шығады. Алдымен майға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан соң үстіне тұз сеуіп қуырамыз. Сол кезде етіміздің дәмі өте дәмді болып шығады. Әрі қарай достар, үстіне пияз салып қуырамыз. Содан соң астын орташа жай қойып, қалпағын жауып, біраз уақытқа қуырылғанша қойып қоямыз. Одан соң достар, үстіне осылай помидорды, чеснокты салып, асты жай тұрады, солайша тағы қуырамыз. Содан соң үстіне сәбіз саламыз және астын 30-40 минутқа қалпағын жауып, біраз бұқтырып қуырамыз. Асты жай тұрсын. Достар, міне өте жақсы әдемі қуырылды. Енді тұзын көресіздер, кем болса саласыздар. Достар, одан соң үстіне қайнаған су құямыз, бір кесе су құямыз. Осылайша суымызды құйдық. Достар, міне бізде етіміз өте күшті болып қуырылды. Әрі қарай картошкаларын турап, осылай үлкен-үлкен қып тураймын. Осылайша картошкаларын дайындап қоямыз. Еті жұмсарып пісіп қалған кезде уже картошканы, оның үстіне капустаны осылай слоймен орналастырамыз. Міне видеодағыдай капустамызды осылай бетін толығымен жауып қоямыз. Және одан соң тағы қайнаған бір кесе су құямыз. Сол кезде сіздің дымлямаңыз еті жұмсақ болып және өте сулы, сочный, өте дәмді болып шығады. Достар, міне біздің дымлямамыз дайын болды. Енді әрі қарай ыдысымызға мен астауға салдым. Алдымен капустаны ретімен орналастырып, одан соң үстіне картошка, содан соң барып етін саламын. Сол кезде өте әдемі болып көрінеді. Міне достар, дәл осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Достар, қонақ шақырған кезде де осы дымляманы дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді және тойымды астардың бірі. Картошкасы, капустасы да өте жұмсақ, еті өте жұмсақ болып пісті. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеолар, рецептерім ұнаса, видеома лайк басып, комментарий жазып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.